Еліміздің асабай рухани қазынасын сақтап отырған Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік кинофотоқұжаттар архиві ұжымы таяуда қазақ өнерінің кемеңгер тұлғасы, талантты актер әрі режиссер, КСРО халық әртісі Шәкен Аймановтың туғанына 105 жыл толуына орай әрі елбасының жолдауында айтылған жастар жылы аясында кино саласында еңбек етіп жүрген үздік мамандардың басын қосып, студент жастармен кездесу ұйымдастырды. Жиынға Қазақфильм акционерлік қоғамының төрағасы Бақыт Қайырбеков, еліміздің белгілі режиссерлері Жәнібек Жетіруов, Владимир Тюлькин, Болат Нүсімбеков, кинотанушы Баубек Нөгербек және Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы өнертану факультетінің кинотану және кинотеледраматургия мамандықтары бойынша білім алып жүрген студенттер қатысты. Шарада алдыңғы толқын ағалар мен олардың ізін басып келе жатқан кейінгі жас буынның арасындағы сабақтастық, Шәкен Аймановтың қазақ киносының дамуына қосқан үлесі, кино саласында жүрген қазіргі жастардың аяқ алысы төңірегінде әңгіме өрбіді. Дәл осындай шаралардың жастар үшін берері мол дейді режиссер Жәнібек Жетіруов. Бұл жерде кездесудің мәні өте жоғары деп есептеймін, себебі бұл жерге келген көрермендер, тыңдармандар, студенттер, олардың бәрі мысалы үлкен бір дайындықпен келеді. Олар жаңағы кинотеатрға барып попкорн жеп отыру емес, бұл жерде үлкен бір рухани жан дүниесінің дайындығымен келіп, осы жерде айтылған дүниелердің бәрі мысалы шынында да жаңағы тарихтың несінде сақталып қалатындай бір әсермен келеді. Үлкен дайындықпен үлкен маңыз беріп келеді. Сондықтан да бұл жерде кездесуде әрбір айтылған сөз, әрбір көрсетілген материал, көрсетілген фильмнің құны арта түседі. Ол міндетті де ол тарихта қалады деген сөз. Сондықтан да бұл жерде кездесу ерекше деп айтар едім. Осы жағынан да адамның үлкен бір дайындықпен келетіндігі, бұл кездесудің және шынында тарихтың қойнауына кіретіні, тарихтың бетіне жаңағы бір парағына жазылатынына деген бір сеніммен келеді. Біздің айтылған сөзіміз жерде қалмайды деген сөзді, ол міндетті түрде бұл жерде айтылған сөз тек қана тарихта қалмайды, ол халыққа таралады. Кейінгі ұрпақ осы айтылған сөздерді, болған кездесулерді қарап отырып, өздерінше бір ой түйеді. Осы заман туралы, осы уақыт туралы өздерінің пікірін қалыптастырады. Біздің өзімізде де бар, мысалы Шәкен ағамыздың жасаған киноларының ішіндегі мысалы Атамекен фильмін айтатын болса, Алдар көсе фильмдер, бұлардың бәрі шынында да әлемдік киноның қорына енген кинолар деп есептеледі. Шынында да нағыз кино тілімен түсірілген Атамекен фильмі, ол жаңағы дүниежүзіндегі ең 100 фильмнің қатарына кіреді деп айтуымызға болады. Себебі кино тілімен түсірілген фильмді. Мысалы Шәкеннің арнайы кинематографиялық білімі болмаса да, ол Шәкен алғашқы киноларында театрлық жанрға көбірек көңіл бөлетін болса, кейінгі түсірілген фильмдер нағыз кино тілімен жасалған туындылар болып есептеледі. Сондықтан да Шәкеннің жалпы киносын насихаттау, оны қазіргі мысалы халыққа тағы да көрсеткізу, соған деген ынтасын арттыру үлкен мәнді дүние деп есептеймін. Содан кейін мысалы біз қазір жастарымыз басқа тілде оқиды, басқа тілде мысалы сөйлейді деген сияқты. Халқымыздың 30-40% өз тілін білмейді. Ал енді осы кино түсіріп жүргендердің көбісі мысалы орыс тілді азаматтар. Солардың бәрі мысалы қазақ жалпы қалай сөйлейді, қалай қозғалды, баяғы заманда мысалы олар Шәкенді көрмейді, олар батыстың киносын көреді, соған еліктейді. Олар өзіміздің кинодағы бар мысалы қазақтың менталитетін, мінезін, жалпы болмысын түсіну үшін міндетті Шәкеннің киносына көңіл аудару керек. Уақыт өте келе мысалы қазақ тілін білмейтін, қазақтың жалпы ана заманда қалай сөйлеген, жалпы қазақ қалай қозғалды, қалай өзінің ойын білдірді деген мәселелер үлкен бір сұраққа айналуы мүмкін. Сол кезде Шәкеннің киносын ақтарып көре бастайды. Шынында да қазақ қалай сөйледі, қалай қозғалды, қарым-қатынасты қалай жасады деген мәселелер көздерін жеткізу үшін Шәкеннің киносын көретін болады. Сондықтан да Шәкеннің киносы мәңгі бақи, мәңгі өмір сүретін, мәңгі қажетті болатын дүние деп есептеуге болады. Шара барысында кинофотоқұжаттардан дайындалған бейнеролик, архив қорында сақталған деректі фильмдерден үзінділер көрсетілді. Сондай-ақ архив қорынан жинақталған қазақ киносының саңлағы атты фотокөрме көрермен назарына ұсынылды. Архивте өткен өмірдің белгісі бар. Архив қызметкерлерінің басты мақсаты үлкен ақпаратты қорды сақтау, оны үнемі толықтырып отыру, ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалдыру. Дәл осы үдеден орталық мемлекеттік кинофотоқұжаттар архиві шығып келеді десек артық айтқандық емес. Кешегі күн бүгінгі тарих. Сол бай тарихымызды айна қатесіз көз алдымызға келетін архив және ондағы сақталған құнды құжаттар аса маңызды. Қазіргі таңда орталық мемлекеттік кинофотоқұжаттар және дыбыс жазбалар архивінің қорында әйгілі режиссер Шәкен Айманов туралы көптеген деректі фильмдер бар. Даусы жазылған үнтаспалар, фотоқұжаттар сақтаулы. Архив директоры Гүлмира Мұхтарова атап өткендей, қолдағы бар тарихи құжаттарды өсіп келе жатқан жас ұрпақтың назарына ұсына отырып, санасына сіңдіру арқылы оларды ұлттық өнерге, өз тарихына құрметпен қарауға баулу негізгі мақсат. Осы тұрғыдан алғанда, сандық технологиялардың жетістіктерін пайдалана отырып, құнды деректерді сақтауда қарқынды жұмыс жүргізіліп отыр. Шәкен Кенжетайұлының өнегесін паш еткен шара атқарылып жатқан жұмыстың көрінісі деуімізге болады.